Естеліктер музейі. Уилл атты үкінің үйі неше түрлі затқа толы. Тіпті ине шаншар жер жоқ. Сонда орын болмайтындай үйде не бар еді? Бұның жауабын ешкім де білмейтін. Себебі біреуі үкінің үйіне қонақ болып көрінепті. Уилл достарын шақырып шәй ішейін десе, оған да орын жоқ. Әйтпесе, үкі қонақжай еді. Ормандағылар Уилл туралы неше түрлі қауесет таратқан. Торғайлар үкіні сараң дейтін. Ал тышқандар салақ дейтін. Қоңыз болса, Уилл әпенді дейтін. Өзіме де обал жоқ. Достарымды шақырайын десем, үйімде бос орын жоқ, деп мұңаятын Уилл. Ой! Зымырап ағашқа шығып бара жатқан кім болды екен? Абайла! Осы тиін дегендерің өмірі көзіне қарамайды. Хырн атты тиін бар екпінімен үкіге келіп соғылды. Сөйтіп, екеуі де жерге топ етті. Олармен бірге ағаштағы заттар да құлады. Сөйтіп, барлығы жан-жаққа шашылып қалды. Мәстаған, не деген бұлық мұнау, деді Хорн. Ал ана жақта бұдан да керемет, деді мақтанған Уилл. Сөйтті де ағаштың ұшар басындағы үйін нұсқады. Ой, бұдан да масқара дейсің бе? Деп тиін таң тамаша болды. Ал Уилл болса қарқылдап күлді. Масқара? Жоға, бұл менің коллекциям. Сонда ненің коллекциясы? Естелік заттар ғой. Қоқыс десеңші. Уилл жоқ дегендей басын шайқады. Қоқыс емес. Мұндағы әр заттың өз тарихы бар. Бәрінің де рас айтасың ба? Үкінің айтқаны сенімсіз көрінді. Хырнға дәлел керек еді. Онда айтып тұрғаның рас болса, мына бір заттың қандай тарихы бар? Деп сұрады Хырн қолына іліге кеткен бір затты нұсқап. Үкі бар ынтасымен айта бастады. Мен оны балапан кезінде тауып алған болатынмын. Сөйтіп, сол күні көрген қызықтарын айта бастады. Хырн қатты таң қалды. Нені көрсетсе де, Уиллдің жауабы дайын тұратын. Бұл жай заттар емес екен, деді Хырн, үкі тағы бір әңгімесін аяқтаған кезде. Бұлар естелік. Мен естелік жинаймын, деп мойындады Уилл. Бірақ өкінішке орай, осы естеліктер үшін өз үйіме өзім кіре алмайтын болдым. Тіпті достарыммен шәй ішейін десем, бос орын жоқ. Ендеше бәрін есінде сақтап, мына қоқыстан құтыл, деді Хырн тапқырлықтанып. Мен бірдеңені ұмытып қалсам ше? Сол үшін ештеңені ұмытпау керектігін есте сақтауың керек. Уилл не дерін білмей ойланып қалды. Жақсы. Бірақ Хырнның шыдамы таусылды. Болшы енді, достарыңмен шай ішкің келе ме, әлде осылай шашылып жата бергің келе ме? Деп асықтыра бастады Хырн. Әйтеуір Уилл келісті. Жарайды. Ол жайлап есігін ашып еді, үйдегі заттар сулай жөнелді. Мұнда жасайтын жұмысша шетектен. Үкі күрсініп заттарын жинастыра бастады. Оларды қимаса да бірінен кейін бірін лақтырып жатты. Қош бол, қызықты оқиға. Сен де сау бол, ғажап кез. Енді ешқашан кездеспейтін болдық. Ғажайыпқа толы саяхат.
Иә, сен де қош бол. Керемет күн. Қош болыңдар. Ештеңе етпейді. Мұның бәрі Уилдың есінде қалады, деп ойлады Эхорн. Үйден ұшып жатқан естеліктерге қарап тұрып. Кенет Уил жасап жатқан жұмысын қоя салды да ыржиып күлді. Тағы не болып қалды екен? Уил қолына ілінген затты ала салып, аттап-бұттап төменге бір-ақ түсті. Сосын қайта үйге жүгіріп келді. Эхорн болса, бағанағыдан бетер таң қалды. Уил, не ойлағаның бар? Мен естелік заттарымды шығарып көрме жасамақшымын. Енді достарым да келіп тамашалай алады, деп шаттанды Уил. Эхорн болса терең күрсінді. Уилдың айтып тұрғаны бос сөз. Әурешілік қой. Олар қоқыс салатын жәшікке дейін аралап, деп үкі айтып жатқанда Эхорнға тамаша ой келді. Әй, үкі досым, табылған ақыл. Біз одан да музей жасайық. Кәдімгі естеліктер музейі болсын. Онда сен келушілерге бастан өткен қызықты оқиғаларыңды айтып бере аласың. Әрбір заттың тарихын өзің әдемілеп баяндайсың. Сөйтіп, сен ештеңені де ұмытпайтын боласың. Сосын бар ғой, мен оларға шай беремін, деп үкі көңілденіп сала берді. Уил тиін досына дән риза еді. Эхорн көп күттірмей жұмысқа кірісіп кетті. Бір нәрселердің суретін салып өлшеді. Осылайша қараңғы батқанға дейін естеліктер музейін жасады. Музей мен көргендердің ішіндегі ең үлкені әрі ең әдемісі болады, деп ойлады Эхорн. Шегінерге жол жоқ. Енді менің бар байлығым осы музейде, деді ойлана Уил. Қой, барып демалайын. Мен ештеңені ұмыт қалдырмауым керек. Мен ештеңені ұмытпауымды есте сақтауым керек. Сондықтан есте қалар естеліктерімді ұмытпауым керек. Солай көзі бадырайып үкі ойланып жатты. Бұл уақытта орман тұрғындары сыбыр-сыбыр әңгімеге көшкен. Олар үкінің үйінде не болып жатқанынан бейхабар еді. Дегенмен бір қызықтың болары анық. Әлден уақытта олар Уилдың үйіне келді. Эхорн бәрін жоғарыға шақырып жатты. Салтанатты жиын қазір басталады. Бәріңізге орын табылады. Келіңіздер, кіріңіздер. Ішке кіргендер қатты таң қалды. Шынымен де орын көп болатын. Тарихқа толы ағашқа қош келдіңіздер, деп Уил аса бір мақтанышпен сөз бастады. Осылайша музей көпшілікке өз есігін ашты. Үкі басынан бастап баяндауға көшті. Бір оқиғадан кейін екіншісін. Ормандағылар Уилдың әңгімесін ауыздары ашыла тыңдап қалыпты. Керемет, қаншама қызықты әңгіме біледі, деп сыбырласты торайлар. Охо, үкі керемет әңгімеші екен, деп шиқылдады тышқандар. Біз ойлағандай ештеңе жоқ екен, қайта ерекше десе болады, деп маңғаздана сөйледі қоңыздар. Кеш тамаша өтті. Шым-шытырық оқиғалар айтылды. Тіпті шәй ішуге де уақыт табылды. Сосын не болды дейсіздер ғой? Сосын бәрі үйіне тарасты. Бірақ бәрі де бір ауыздан ертесіне тағы келмекші болды. Оларға үкінің әңгімелері ұнап қалған еді. Бәрі кетіп қалған соң, үкі досының құлағына былай сыбырлады. Менің саған тосын сыйым бар. Мен жаңа коллекция жинай бастадым. Қандай коллекция? Деп шошып кетті тиін. Бұрынғы әдетіне қайта басты ма? Деп ойлап қалды. Достарыммен бірге
шәй ішу коллекциясы, деп қуанды Уилл. Ал Эхорн болса, не дерін білмей қалды. Келесі қызықты қазақша ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, достарыңызбен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар.